Ол адамзаттың қас жауы. Ол мутанттардың құтқарушысы. Біреулер үшін ол қатыгез террорист болса, енді біреулер үшін ол өз халқының бостандығы үшін күрескен ұлы көшбасшы. Комикс тарихында Магнето сияқты терең, күрделі әрі трагедияға толы кейіпкерді табу өте қиын. Ол жай ғана әлемді жаулап алғысы келетін, жай ғана зұлым емес, оның әрбір іс-әрекеттерінің артында қан, көз жасы және жан төзгісіз ауыр естеліктер жатыр. Бүгін біз Марвел әлемінің ең құдіретті, ең даулы және ең ұлы кейіпкері Магнетоның толық тарихын бастан аяқ талдаймыз. Ол кім, қандай күштерге ие, оның профессор Икспен достығы қалай дұшпандыққа айналды және ол неліктен Марвел әлеміндегі ең мықты суперқаһармандардың өзін тізе бүктіре алады. Шайыңызды дайындап, жайғасып отырыңыз. Біз Магнетоның толық тарихына үңілеміз. Магнетоның комикстердегі тарихы сонау 1963 жылы басталды. Аты аңызға айналған Стэн Ли мен Джек Кирби X адамдар комиксінің бірінші шығарылымында осы кейіпкерді оқырманға таныстырды. Бір қызығы, ең алғашқы комикстерде Магнето қазіргідей терең философиясы бар кейіпкер емес еді. Ол 60-шы жылдардағы стандартты суперзұлым болатын. Мен адамдарды жоям, әлемді мутанттар басқару керек, сондай да сондай деген стилистикада жазылды. Ол өзінің зұлым мутанттар бауырластығын құрып, X адамдарға үнемі кедергі келтіретін классикалық антагонист болды. Бірақ Магнетоның нағыз ұлылығы оның алғаш пайда болуынан кейін 18 жыл өткен соң 1981 жылы басталды. Marvel комикстерінің данышпан жазушысы Крис Клэрмонт кейіпкерді толығымен қайта жазып шықты. Клэрмонт Магнетоны жай ғана зұлым емес, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Холокосттан аман қалған адам етіп көрсетті. Осы бір шешім комикс тарихындағы ең үлкен бетбұрыстардың бірі болды. Оқырмандар Магнетоның неліктен адамдарды жек көретінін, неліктен оларға сенбейтінін түсінді. Ол адамзаттың қаншалықты қатыгез бола алатынын өз көзімен көрген еді. Сонымен Магнето шын мәнінде кім? Оның шын есімі Эрик Ленчер деп жиі айтылады, бірақ бұл оның жалған аты. Оның туған кездегі шын есімі Макс Эйзенхарт. Макс 1920 жылдардың соңында Германияда еврей отбасында дүниеге келген. Балалық шағын нацистік режимнің күшейіп келе жатқан тұсына тұспа-тұс келді. Оның бүкіл отбасы қатыгездікпен өлтіріліп, ал өзі адамзат тарихындағы ең қорқынышты жерлердің бірі Освенцим концлагеріне қамалады. Дәл осы лагерде өлім мен азаптың ортасында оның мутанттық қабілеттері, магнетизм күші алғаш рет ояна бастайды. Бірақ ол кезде ол өз күшін толық басқара алмайтын еді. Лагерде ол Магда есімді сыған қызымен танысып, екеуі бірге тұтқыннан қашып шығады. Олар Совет одағының құрамындағы Венеция қаласына, қазіргі Украинаға келіп қоныстанып, тыныш өмір сүрмек болады. Екеуі шаңырақ көтеріп, Аня есімді қызды дүниеге келеді. Бұл Магнетоның өміріндегі ең бақытты, ең бейбіт кездері еді. Бірақ тағдыр оған бақытты болуды жазбапты. Бір күні түнде олардың үйі өртенеді. Макс оттың ішінен әйелін алып шығады, бірақ қызы Аня үйде қалып қояды. Ол қыздың құтқармақ болып үйге ұмтылғанда, жергілікті тұрғындар мен полициялар оның мутант екенін біліп, оны ұстап тұрады. Өйткені ол бұған дейін өз күшін жұмыс орнында қолданып қойған еді. Олар оны жібермей, кішкентай Аняның әкесінің көз алдында тірілей жанып кетуіне жол береді. Сол сәтте Макстың ішіндегі соңғы үміт, соңғы адамгершілік отымен бірге жанып кетеді. Оның қайғысы мен ашуы шегіне жетіп, магнетизм күші толықтай оянады. Ол бірнеше секунд ішінде айналасындағы барлық адамдарды, полицейлерді өз күшімен қырып тастайды. Бұл оның ең бірінші жаппай қырғыны еді. Оның бұл қатыгездігін көрген әйелі Магда қорқып одан қашып кетеді. Айтпақшы, Магда сол кезде егіздерге жүкті еді. Олар болашақ атақты мутанттар Қызыл Мыстан мен Сынап болатын. Осы оқиғадан кейін Макс Эйзенхарт өлді. Оның орнына бүкіл адамзатты жек көретін Эрик Ленчер деген атпен танылған болашақ Магнето дүниеге келді. Ол кейінірек Израильдің Хайфа қаласында психиатриялық клиникада жұмыс істеп жүргенде Чарльз Ксавьермен, яғни профессор Икспен танысады. Екеуі жақын дос болады. Олар үнемі шахмат ойнап, адамдар мен мутанттардың болашағы туралы пікірталасқа түсетін. Бірақ олардың идеологиясы екі түрлі еді. Профессор Икс мутанттар мен адамдардың бейбіт қатар өмір сүре алатынына сенетін идеалист. Ал Магнето адамдардың табиғаты қатыгез екенін, олар өздерінен өзгеше жандарды түбінде бәрібір концлагерге қамайтын өз тәжірибесінен білетін прагматик. Ол мутанттарды қорғау үшін кез келген құрбандыққа, тіпті адамзатты құртуға да дайын еді. Бұл екі ұлы тұлғаның арасындағы достық пен қарама-қайшылық бүкіл X адамдар тарихының негізгі өзегі.
Көптеген адамдар, әсіресе тек фильмдерді көрген көрермендер, магнетоның қабілетін өте қарапайым деп ойлайды. Ол тек темірді қозғалтады, сонымен болды. Бұл өте үлкен қателік. Магнето жай ғана металды басқармайды. Ол ғаламдағы 4 негізгі физикалық күштің бірі саналатын электромагниттік өрістің абсолютті шебері. Оның күшінің шегі жоқ деуге де болады. Оның қабілеттерін нақтырақ талдайық. Қандағы темірді басқару. Магнетоға сізді жою үшін қару немесе айналада металл заттардың болуы міндетті емес. Ол кез келген тірі ағзаның, соның ішінде адамның қанындағы темірді сезеді және басқара алады. Ол адамның қанын қатырып, миына қан жібермей талдырып тастай алады, немесе қан тамырларын ішінен жарып жібере алады. Сонымен қатар, ол өз қанындағы темірді басқару арқылы жарақатын тез жазып өз-өзін емдейді. Бозылмас қорғаныс өрісі. Ол өз айналасына көзбен көрінбейтін, бірақ ештеңе бұза алмайтын магниттік қалқан құра алады. Бұл қалқан кәдімгі оқтар мен ракеталарды ғана емес, тіпті ядролық жарылыстың соққысын, күннің радиациясын және тордың балғасы Мьольнердің тікелей соққысын да көтере алған. Гравитацияға қарсы тұру және ұшу. Электромагниттік өрістерді манипуляциялау арқылы ол ауада еркін қалықтап, дыбыс жылдамдығынан да тез ұша алады. Оған ғарышта өмір сүру үшін скафандрдың да қажеті жоқ. Магниттік қалқаны оны вакуумнан және оттегі тапшылығынан қорғайды. Ғарыштық деңгейдегі манипуляция. Магнетоның күші тек жермен шектелмейді. Ол ғарыштағы басқа планеталардың немесе астероидтардың магниттік өрісін сезіп, миллиондаған шақырым қашықтықтағы алып метеориттерді жерге қарай бағыттай алады. Телепатияға қарсы тұру. Оның басындағы әйгілі дулығасы жай ғана дизайн емес. Бұл дулыға профессор X немесе Джин Грей сияқты әлемдегі ең мықты телепаттардың миға кіруіне, ойын оқуына тосқауыл қояды. Тіпті дулығасыз да магнетоның темірді ерік жігері кейбір телепатиялық шабуылдарға қарсы тұра алады. Магнетоның адамзатқа төндірген қауіптері жай ғана қаланы қиратумен шектелмеген. Ол бүкіл планетаны бірнеше рет жойылып кетудің алдына келген. Оның комикстердегі ең ауқымды және эпикалық оқиғаларына көз жүгіртейік. Өлімге әкелетін тартылыс 1993 жылы. Бұл Магнето тарихындағы ең шок қылған оқиғалардың бірі. Адамзаттан әбден көңілі қалған ол өзінің серіктерімен бірге ғарышқа, астероид М базасына кетіп қалады. Адамзат оған қарсы ядролық зымырандар ұшырғанда, Магнето жауап ретінде бүкіл жер шарына алып электромагниттік импульс жібереді. Нәтижесінде планетадағы барлық электроника өшеді, ұшақтар аспаннан құлап, ауруханадағы құрылғылар тоқтап, әлемде мыңдаған адам қаза табады. Бұны тоқтату үшін профессор X бастаған X адамдар тобы ғарышқа аттанады. Шайқас қызып жатқан сәтте Росомаха Магнетоға жақын келіп, оның ішінен тырнақтарымен оңдырмай жаралайды. Бұған қатты ашуланған Магнето өз күшін шегіне жеткізіп, Росомаханың сүйегіне қапталған бұзылмас адамантиум металын оның денесінің барлық тесіктерінен терісін жыртып тұрып тірілей суырып алады. Бұл көрініс Marvel комикстері тарихындағы ең қатыгез, ең қанды көріністердің бірі ретінде сақталып қалды. Логан өлім аузында қалады, ал бұл қатыгездікті көрген профессор X өз қағидаларын бұзып, Магнетоның миына кіріп, оның санасын өшіріп тастайды. Ультиматум оқиғасы. Егер сіз Магнетоны мейірімді деп ойласаңыз, Марвелдің балама Ультимейт ғаламындағы оқиғаны еске түсірейік. Бұл ғаламда Магнето өзінің балалары Қызыл Мыстан мен Снаптың өлтірілгенін естіп, қайғыдан есінен азады. Кек алу үшін ол жердің магниттік полюстарын ауыстырып жібереді. Бұл неге алып келді? Планеталық деңгейдегі апатқа. Нью-Йорк қаласын толығымен алып цунами шайып кетеді. Миллиондаған қарапайым адамдармен қоса Доктор Стрэндж, Росомаха, Циклоп сияқты ондаған басты суперқахармандар осы оқиға барысында қаза табады. Магнето бір ғана қимылмен бүкіл Марвел әлемінің жартысын жермен жексен етті. Геноша аралы, мутанттар мемлекеті. Магнето үнемі қиратушы болған жоқ, ол жасампазда бола білді. Біріккен ұлттар ұйымы оның әлемге төндірген қауіпінен қорқып, оған Африка жағалауындағы Геноша атты толықтай бір арал мемлекетті басқаруға береді. Магнето бұл аралды мутанттар үшін нағыз жұмаққа, қуатты державаға айналдырады. Ол жерде миллиондаған мутанттар бейбіт өмір сүре бастайды. Бірақ өкінішке орай бұл бақыт ұзаққа бармады. Кассандра Нова есімді зұлым алып сақшыларды жіберіп, Геношадағы 16 миллион мутантты бірнеше сағат ішінде қырып тастайды. Бұл оқиға Магнетоның адамзатқа деген өшпенділігін қайта оятты. Магнето тек X адамдардың ғана емес, бүкіл Марвел ғаламының қаһармандарымен соқтығысқан. Оның кек алушылармен болған жекпе-жектері әрқашан эпикалық ауқымда өтетін. Магнето темір адамға, Тони Старкқа қарсы.
Көпшілік Магнето темір адамды 1 секундта умажап тастайды ғой деп ойлайды. Классикалық костюмде солай болар еді. Бірақ кек алушылар X адамдарына қарсы комиксінде Тони Старк Магнетоға қарсы арнайы құрамында 1 грамм темірі жоқ көміртекті нанотүтікшелерден жасалған костюм киіп шығады. Старк Магнетоның магниттік өрістеріне қарсы антимагниттік құрылғылар қолданады. Бәрі Старктың пайдасына шешіліп жатқандай көрінген, бірақ Магнето Старкқа қарап жымияды да ғарышқа назарын аударады. Ол Юпитер ғаламшарының маңынан континент көлемінде алып металл метеориттер жиынтығын тартып алып, оны Тони Старктың төбесінен жаудырады. Тони қанша жерден данышпан болса да, планеталық ауқымдағы бұл күшке қарсы тұру өте қиынға соқты. Магнето Торға және кек алушыларға қарсы. Көптеген комикстерде Магнето жалғыз өзі бүкіл кек алушылар командасына қарсы тұрған. Тордың балғасы Мьёльнир сиқырлы уру металынан жасалғанымен, Магнето оның траекториясын өзгерте алатын, тіпті Тордың өзін магниттік өріспен ұстап тұратын деңгейге жеткен. Кек алушылар оны жеңу үшін үнемі айла мен күшті біріктіріп, оның назарын басқа жаққа бұруға мәжбүр болады. Магнетоның шайқастағы басты артықшылығы оның асқан данышпандылығы мен тактикалық ойлау қабілеті. Ол ұрыс даласындағы кез келген ұсақ түйекті өз пайдасына жарата алатын нағыз стратег. Оған қарсы шығу тікелей өлімге бас тігумен тең. Магнетоның жеке өмірі мен отбасы Marvel комикстеріндегі ең шытырманға толы, ең қайғылы тақырыптардың бірі. Жоғарыда айтқанымыздай, оның бірінші қызы Аня кішкентай кезінде өртте қайтыс болды. Кейін оның әйелі Магда егіздерді Ванда мен Петроны, яғни қызыл мыстан мен сынапты дүниеге әкеледі. Ұзақ жылдар бойы комикстерде Ванда мен Петро Магнетоның туған балалары болып саналады. Олар бастапқыда әкесінің зұлым мутанттар бауырластығында қызмет етті. Кейіннен кек алушылар қатарына қосылды. Магнетоның балаларымен қарым-қатынасы өте ауыр болды. Ол оларды жақсы көргенімен өзінің радикалды мақсаттарына жету үшін оларды құрал ретінде пайдаланудан да тайынбайтын. Ескерте кететін жағдай. Marvel кейінірек кино әлеміндегі құқықтарға байланысты бұл оқиғаны қайта жазып, фильмдерде және комикстерде оларды Магнетоның биологиялық балалары емес етіп өзгертті. Олардың күші сұмдық эксперименттер салдарынан пайда болған болып жазылды. Дегенмен Магнетоның Лорна Дейн есімді нағыз биологиялық қызы бар. Ол да әкесі сияқты магнетизм күшіне ие. Магнето мен оның отбасына қатысты ең ауқымды оқиға House of M. Ванда Максимов есінен адасып шындықты өзгертіп жіберген кезде ол Магнетоның ең үлкен арманын орындайды. Жаңа әлемде мутанттар басымдыққа ие болады, ал Магнето бүкіл планетаны басқаратын билеушіге айналады. Бірақ бұл жалған шындық ұзаққа созылмайды. Қаһармандар шындықты қалпына келтіру үшін көтеріліске шыққанда, Магнето өзінің баласы Петроның бұл іске кінәлі екенін біліп, оны өз қолымен өлтіре жаздайды. Мұны көрген Ванда әкесінің қатыгездігіне, мутанттардың үнемі соғысып өтетініне әбден түңіліп, бар болған 3 сөз айтады. Енді мутанттар болмайды. Осы бір сиқырлы сөз бүкіл Marvel ғаламын дүр сілкіндіреді. Жер бетіндегі миллиондаған мутанттар 1 секунд ішінде өз күштерінен айырылып, қарапайым адамға айналады. Мутанттар саны небәрі 198 адамға дейін қысқарады. Магнето да өз күшінен айырылып ұзақ уақыт бойы шарасыз күйде қалады. Оның бүкіл өмірін арнаған ісі бір сәтте күл талқан болады. Магнетоны тек жауыздықпен байланыстыруға болмайды. Ол бірнеше рет X адамдарға қосылып, тіпті олардың жетекшісі болған кездері де бар. Профессор X ғарышқа кеткен кезде ол өзінің мектебін тікелей Магнетоға табыстады. Эрик жаңа мутанттар тобын басқарып, оларды қорғау үшін барын салды. Бірақ Магнето мен профессор X-тің тарихындағы ең ұлы сәт 2019 жылы басталған Кракова дәуірінде орын алды. Ұзақ жылдар бойы қантөгістен кейін профессор X өзінің адамдар мен мутанттар бейбіт өмір сүре алады деген идеалистік арманының жұмыс істемейтінін түсінеді. Ол Магнетоның дұрыс айтқанын мойындап, екеуі күштерін біріктіреді. Олар тірі арал Краковада барлық мутанттар үшін ортақ, тәуелсіз мемлекет құрады. Барлық зұлымдар мен батырларға кешірім жасалып, бір тудың астына бірігеді. Адамзат делегациясы Краковаға келіп, олардың технологиялары мен күштеріне таңқалған кезде, Магнетоның оларға айтқан сөзі комикс тарихындағы ең мықты цитаталардың біріне айналды. Сендер бізді қырғыларың келді, бірақ біз тірі қалдық. Енді сендер біздің құрметімізді сатып ала алмайсыңдар. Өйткені сендердің енді жаңа құдайларың бар. Магнето бұл дәуірде зұлым емес, өз халқын гүлденуге жетелеген, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құрметті көшбасшы, ұлы мемлекет қайраткер ретінде көрінді. Сонымен Магнето кім? Marvel жанкүйерлерінің арасында Магнето дұрыс айтты деген өте танымал ұран бар.
Бұл жай ғана тренд емес, бұл оның философиясының қаншалықты терең екенін көрсетеді. Магнетоның адамдарға деген сенімсіздігі мен паранойясы негізсіз емес еді. Профессор X біз адамдарға мейірімділік танытсақ, олар бізді қабылдайды деп сенді. Бірақ адамзат не істеді? Олар мутанттарды тіркейтін заңдар қабылдады. Адамдар мутанттарды қыратын алып сақшы роботтарын жасап шығарды. Олар мутанттардың халқын ауру деп санап, оны емдейтін дәрілер ойлап тапты. Геноша аралындағы 16 миллион мутантты қырып тастады. Магнето мұның бәрін алдын ала білді, өйткені ол адам табиғатының ең қараңғы тұсын концлагерде өз көзімен көрген еді. Ол адамдардың өздерінен мықты, өздерінен өзгеше жарылыстарды ешқашан қабылдамайтынын, олардан қорқатынын және қорқыныш түбінде толық қырылуға алып келетінін түсінді. Оның әдістері қатыгез, радикалды, кейде террористік деңгейде болғанымен, оның түпкі мақсаты өз халқын, мутанттарды кезекті жаппай жойылудан аман алып қалу болды. Магнето адамзаттың өз қолымен жасап шығарған құбыжығы, ол төзімсіздік пен өшпенділіктің тікелей нәтижесі, бірақ сонымен қатар ол ешқашан берілмейтін, өз халқы үшін күллі ғаламға қарсы шығуға дайын тұрған ұлы көшбасшы. Ол тек темірді ғана емес, көрермендердің жүрегінде өзіне тарта алатын ерекше магнетизмге ие. Оның есімі Эрик Леншер, Макс Эйзенхарт, мутанттардың құтқарушысы Магнето. Достар, Магнето туралы осындай қызықты ақпараттар сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер сіздерде Магнето дұрыс айтты деп есептесеңіздер, видеоға лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған киношоу кезі келесі кездескенше.